Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен 250 TV News жобасы және оның жүргізушісімен Бертаева Мадина. Жаңа оқу жылының басталғанына да 2 ай уақыт өтіп, оқу үдерісінің бірінші тоқсанында аяқтап отырмыз. Біз өздеріңізбен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Мектебіміздегі соңғы жаңалықтардан хабардар болғыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Қазанның 10-шы күні жалпы білім беру ұйымдарының мектеп оқушылары арасында ұшқыр ой алаңы облыстық дебат турнирінің аудандық кезеңінде біздің мектебіміздің оқушылары жақсы пікір фракция мүшелері Қосмұхан Тұрар мен Жаңбырбаев Нұртілеу бірінші орынды қанжығасына байлап облыстық кезеңге жолдама алды. Оқушыларымызға марапаттарыңыз құтты болсын деген тілегімізді білдіре келе, алдағы облыстық кезеңге сәттілік тілейміз. Үстіміздегі жылдың 14 қазанында Қызылорда облысы Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығы мен облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен 9-10 сынып оқушыларына арналған жас тарихшылардың менің кіші отаным атты 5-ші зияткерлік байқауының облыстық кезеңі болып өтті. Аталмыш байқауға мектебіміздің 2 оқушысы қатысып, нәтижесінде менің туған өлкем номинациясы бойынша 9-шы сынып оқушысы Орынбасаров Ердәулет бірінші орынмен, менің кішкентай отанымның символы номинациясы бойынша 10-шы сынып оқушысы Бертаева Мадина екінші орынмен марапатталды. Оқушыларды байқауға дайындап, жетекшілік жасаған пән мұғалімдері Ақболатова Эльмира және Жұмағалиева Қарлығаш. Жеңімпаз оқушыларымыз бен мұғалімдерімізді жеңістерімен құттықтай келе, алдағы уақытта өтетін байқаудың республикалық кезеңіне қатысушы Орынбасаров Ердәулетке сәттілік тілейміз. Қызылорда облысының білім басқармасының Дарын облыстық қосымша білім беру орталығының ұйымдастыруымен 12 қазан күні жаратылыстану математика циклы пәндері бойынша президенттік олимпиаданың бірінші өңірлік кезеңі болып өтті. Қатысушы оқушылар математика, физика, химия және биологиядан бақ сынап, нәтижесінде мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Әлиясқар Назерке Қызылорда облысының білім басқармасының 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Біз өз тарапымыздан Назеркеге марапатын құтты болсын деген тілегімізді білдіреміз. Мектебімізде оқуға құштар мектеп жобасы аясында кітапқа құмар құрдастар тақырыбында кітап құмарлар акциясы 9-шы сынып оқушылары арасында ұйымдастырылды. 9-шы сынып оқушысы Қайырғали Нұрай Абай жолы романның 1-2 томын сыныптастарына таныстырып, қысқаша шолу жасап оқуға кеңес берді. Ал ақындыққа жақын Қарабдинов Қайса, Мұқағали Мақатай өлеңдерінің жүрекке жылу тиіп, көңілге жылулық ұялататындай әсерлі екенін айтып, Мұқағали өлеңдерін шабыт алатынын жеткізді. Қатысушы оқушылар қызығушылықпен тыңдай отырып, кітаптармен танысып, өздері оқуға құштар екенін білдірді. Ұйымдастырушылар кітапханашы Адилова Мария және пән мұғалімі Саршаева Айнұр. Ағылшын тілі дүние жүзінде ең көп таралған тіл. Бүгінгідей жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамда орны ерекше. Басқа мемлекеттің алдында өз елінің дәрежесін биік екенін мойындату үшін жеті тілді де жетік меңгеру артық етпейді. Қазан аралығында ағылшын тілі бірлестігінің ұйымдастыруымен аралап English тақырыбында ағылшын апталығы болып өтті. Апталық аясында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Республика күнінің жаңа ұлттық мереке ретінде қоғамдағы тарихи мәртебесін бекіту мақсатында Қыран елім, Қазақстаным патриоттық акциясы аясында мектебімізде көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Қысқаша шолу жасап өтейік. Ағынды өзен асқар тау гүлінсем, мен оның қасиетті тілін
үнемсем, менің құдіретті үнімсем. Құрметті көрермен, келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Біздің арна әрқашан қосулы болсын. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.